Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз пайдаланып кішігірім малдың жартысынан сірне жасаймыз. Қазанды қыздырып алып, май құямыз. Енді май құймай-ақ малдың майының өзін шыжғырып та жасауға болады. Бірақ біз бүгін май құйып жасайық деп тұрмыз. Қызған майға етті салып жатырмыз. Бұл жас мал. Жуып, тазалап, реттеп алдық та қызған майға салып, осылай қуырамыз. Суы кеткенше қуырамыз. Ет қуырылып жатыр. Суы әрі тартылған жоқ. Суы тартылғанша тағы да қуырамыз. Морковты саламыз, сәбізді. Өйткені сәбіз көп піседі. Осымен бірге кішкене әлі суы тартылмаған. Етке негізі сәл тұз салу керек. Өйткені жаңа сойылған малдың тұзы жоқ болады. Бұған бұл салынды тұз. Енді сірнеге картошкасын жасаймыз. Осы картошканы араластырамыз. Осы бір кішкене 5 минуттан кейін нанын саламыз. Осыдан кейін міне сарымсақ, көк сарымсақ та қосуға болады. Қандай сарымсақ бар? Және кішкене капуста. Басқа дүниелерді қосқанша, осы ғана дүниені қосып жасасаң, дәмді болады. Енді сірненің нанын салып жатырмыз. Наны жайылып, ортасында жусай, көк сарымсақ қосылуға да болады, қоспай жасаса да болады. Нанды салғаннан кейін 15 минуттан кейін бұл тамақ дайын болады бұйырса. Мен сірне пісті, бұйырса дәмді, міне наны да етті де, дәл осылай дәмді болып. Бұны жегенде қандай керемет, өте дәмді.